бір-бірімізді алаңдатпайық. Сонымен қайырлы кеш. Сіздермен бірге Дәурен Наурызбайұлы. Бүгін бізде кезекті екінші трансляция басталғалы тұр. Өздеріңізге уәде еткендей 13-15 наурыз күндері біз тегін мастер-класс өткіземіз деген болатынбыз, және сол кезекті мастер-классымыз міне басталды. Өздеріңізбен кеңірек танысу мақсатында, одан кейін өздеріңіздің дайындықтарыңызға үлес қосу мақсатында Абылай Ахметқали мырзамен осы бір жобаны қолға алдық. Тегін мастер-класс дедік. Инстаграмдағы аккаунттан таныстыңыздар деп ойлаймын. Бірнеше күннен бері осы курс қашан болады деп елеңдеп, алаңдап күтіп жүрген оқушылардың бір мақсаты орындалды деп ойлаймын. Болашақта да бұйыртса бұндай тегін мастер-класстар өз жалғасын таба түседі. Біздің Инстаграм парақшамызда әрдайым хабарда болыңыздар. Инстаграм парақшамыз ұбт.академиясы деп аталады. Сол жерде біздің соңғы өзгерістеріміз, жаңалықтарымыз шығып отырады, балалар. Енді өздеріңіз ұбт академиясы туралы бұрыннан да естіп жүрсіздер деп ойлаймын. Өйткені біздің қазіргі міне трансляцияның өзіне қатысып жатқан оқушылардың басым көпшілігі біздің онлайн курстарымызға бірнеше мәрте қатысқан оқушылар. Тіпті ортамызда отырған көп оқушылар біздің онлайн курстарға бір емес, кем дегенде 2-3 мәрте қатысқан оқушыларымыз да отыр. Мен жаңа чаттан қарап, сол оқушыларды көріп қуанып отырмын. Сондықтан да осы бір шәкірттердің дәл бізді таңдауда тегінен тегін емес деп ойлаймын. Өйткені жылдар бойғы нәтиже, жылдар бойғы еңбек өзін өзі ақтады. Көптеген оқушылардың тарапынан қойылатын негізгі сауал, жалпы қазір тарихтан 0 болып жүрмін, тарихтан 1 болу үшін не істеу керек деген сияқты сауал қолданады. Бүгінгі енді курстың, мына өткізіп жатқан тегін мастер-класстың мақсаты деңгейіңіз 0-де жүрген болса 1-ге көтеретін, 1-де жүрсеңіз 10-ға көтеретін деңгейдегі мастер-класс. Өздеріңіз жауабын таппай қиналып жүрген, немесе түсінуге ерекше қиындық туындатып жүрген кейбір тақырыптарға тоқталып өтуді бүгінгі курста жөн санадым. Жалпы 0 деген ұғымды тарихта алып тастау керек деп ойлаймын. Өйткені тарихта белгілі бір мәліметтермен жұмыстанып еңбектенген бала үшін қандай да болмасын нәтиже көрсету үлкен қиындық тудырады дегенге өз басым сенбеймін. Және бүгінгі мастер-классты өтудегі мақсатым да кейбір оқушылардың жоғары нәтиже көрсетуіне өзіміздің септігімізді тигізу, балалар. Енді Дәурен ағайларыңмен кеңірек таныссыздар деп ойлаймын. Бұған дейінде бірнеше мәрте жаңағы посттардан да көрген шығарсыздар. Бейнемізді, фотомызды шығарып өткенде сіздерге слайд жаңағы фотомызды көрсетіп салды. Ал одан бөлек енді ұлттық тестілеу орталығының сарапшысы екенімді, Қазақстан тарих пәнінен бірнеше оқу-әдістемелік құралдардың авторы екенімді сіздерге атап өтті. Бірақ маңыздысы ол емес, балалар. Маңыздысы бүгінгі сабақ. Осыдан бір нәрсе түйсеңіздер, білсеңіздер, бізге сенсеңіздер, біз кезекті трансляциямызды бастаймыз, балалар. Енді ең әуелі мен ірі тақырыптардың бірі ретінде 1917 жылғы ақпан төңкерісінен бастауды мақсат еттім. 1917 жылғы ақпан төңкерісін қарастыруымның ең үлкен себептерінің бірі бұл ақпан төңкерісі Ресейдің тарихындағы үлкен оқиғалардың бірі, және тек қана Ресей емес, біздің қазақ тарихы үшін де маңызды оқиға. Ал одан бөлек екінші бір бұл тақырыпқа ерекше мән беруіміздің себебі тест деңгейінде бұл параграфтан сұрақтардың өте көп келетіндігі, балалар. Жалпы орыс тарихында дейміз, біз 2 ірі революцияның болғандығын ерекше атап өтеміз. Бірінші орыс революциясы 1905-1907 жылдар аралығында болғандығынан хабардарсыздар деп ойлаймын. Қайталап өтем, орыс тарихындағы 2 ірі революцияны атап өтсек, бірінші орыс революциясы бұл 1905-1907 жылдар болған революция, ал екінші орыс революциясы бұл 1917 жылғы ақпан революциясы деп аталады, балалар. Екі революцияда буржуазиялық демократиялық революция деп аталады. Естіп жүргендеріңіздей, біз 1905-1907 революцияны алсақ та, 1917 жылғы революцияны алсақ та, екі революцияда біз буржуазиялық демократиялық революция деп атап өтіп жүрміз, балалар. Енді осы ретте заңды сауал туындайды, не себепті біз бұл революцияларды буржуазиялық демократиялық революция деп атаймыз деген. Буржуазиялық демократиялық деп атауымыздың ең үлкен себептерінің бірі бұл революцияға қатысқандардың басым көпшілігі жұмысшылар болды, балалар. Яғни жұмысшылардың бас көтеруі. Өздеріңіз естіп жүргендей, қазақ жеріндегі өндіріс орындарындағы жұмысшылардың жағдайын біраз мәрте байқап көрген шығарсыздар. 20 ғасырдың басында қазақ жеріндегі өндіріс орындарында жұмыс жасайтын, тек қана қазақ емес, Ресейдегі ірі өндіріс орындарында жұмыс жасайтын жұмысшылардың жағдайы өте ауыр болды. Оларға жаңағы тегін демалыстың берілмеуі, медициналық көмектердің көрсетілмеуі, одан бөлек жаңағы өндіріс орындарындағы жұмыс мерзімінің 12-14 сағатқа шейін ұзарып кетуі шынды керек, өндіріс орындарындағы жұмысшылардың жағдайын қиындата түсті, балалар.
Міне осындай бір кемшіліктер, биліктің жүргізіп жатқан саясатында орын алған дағдарыстар халықты осындай бір революцияға шығуға себепші болды. Және өздерің білетіндей ресейді ұзақ жылдар бойы билеген әулет, нақтылай түсетін болсақ Романовтар әулеті 1917 жылы тақтан кетуге мәжбүр болды балалар. Ендеше 1917 жылғы ақпан революциясының нәтижесі қандай десек, біз сізбен монархиядан құлатылғандығын ерекше атап өтсек болады. Монархия құлатылды дегеніміз, яғни Ресейде Романовтар әулетінің патшасы, билеушісі екінші Николай патша тақтан кетті деген сөз балалар. Иә, шын мәнісінде екінші Николайдың тақтан кетуі бұл сол бір қоғамның күткен, болжаған оқиғалардың бірі болды. Әйтпесе елдегі жағдай күн санап құлдырай түскен болатын. Дәл осы кезеңде байқап тұрғандарыңыздай, Ресей халықтары үшін туысқандық, теңдік және бостандықтың күні туды деп Әлихан Бөкейхановтың өзі де Минскіден сәлем жолдаған еді. Әлихан Бөкейхановтың есімі өздеріңізге кеңінен таныс. 20 ғасырдың басындағы қазақ жеріндегі ұлт азаттық қозғалыстың көсемі ретінде, терең ағартушы ретінде, Алаш партиясының төрағасы ретінде өздеріңізге кеңінен таныс деп ойлаймын. Жалпы Әлихандай азаматтарды біз терең дәріптеуіміз керек, ол тұлғаларды міндетті түрде айта жүруіміз керек, және ұрпақ Әлихан секілді тұлғаларға қарап биіктеп өсіп, еліне қызмет етуі керек деп ойлаймын. Өйткені Әлиханның әр сөзі де біз үшін үлгі, халыққа қызмет ету білімнен емес мінезден деп ұрандағанның бірі де дәл осы Әлихан Бөкейханов болатын балалар. Енді Әлихан Бөкейхановтың қай қаладан сәлем жолдағандығын көріп отырсыздар. Белоруссияның астанасы Минскіден сәлем жолдаған. Ресейдің халықтары үшін дейді, ол кезде біздің қазақтың Ресейге тәуелді екендігін сіздер жақсы білесіздер. Нағыз туысқандықтың, теңдіктің және бостандықтың күні туды, бауырлар. Елдің азаттығы жолында аянып қалуға болмайды. Егер өз алдымызға қазақ дербес ел боламыз десек, дәл осы ақпан төңкерісін сәтті пайдаланып қалуымыз керек деп болжамдағандардың бірі дәл осы Әлихан Бөкейханов болатын. Иә, шын мәнісінде дариғай құйрық майды шайнап едім, бұлбұлдай сарыарқада сайрап едім. Мұрттының Мәскеудегі кесірінен қырылды ашпай-шашпай қайран елім дейміз ғой. Осы бір арыстар кезінде 1937-1938-де атылғандығынан да сіздер хабардарсыздар деп ойлаймын. Ерекше ақпан төңкерісі барысындағы атап өтетін жағдайлардың бірі, балалар, бұл ақпан төңкерісінен кейін қазақ жерінде қос үкіметтің орнағандығы. Тек қана қазақ жерінде емес, жалпы Ресей аумағында да қос үкімет орнады. Бірінші қарапайым дүниеден бастайық. Кез келген мемлекетте төңкеріс болған жағдайда биліктің басына кім келеді десе, өздеріңіз де толық құптайсыздар деп ойлаймын. Кез келген мемлекетте биліктің басына уақытша үкімет келеді балалар. Біздің жағдайымызда да дәл солай болды. Ақпан төңкерісінен кейін елде билік басына келген кім десек, біз бірінші кезекте уақытша үкіметтің қолға келгендігін атап өтеміз. Билік басына келгендігін. Енді заң сауал туындайды. Сонда билік басына келгендердің екіншісі кім? Біріншісін түсіндік, ол билік басына келген ол уақытша үкімет. Ал екінші келген кім десек, біз мына жерге мен қазір чатқа жазып өтем, және өздеріңізге де қосымша ескерттім, чатқа қосымша артық жазбаларыңызды сұраймын. Барлық сұрақтарға соңында жауап береміз дедік, өйткені біздің онлайн қазіргі тегін мастер-классымызға қосылып жатқан оқушылар үшін чатта жазылған кез келген жазба қиындық тудырады. Соған байланысты түсіністік пен сабырлық танытуларыңызды сұраймын балалар. Енді екінші бірінен атап өттім, жұмысшы, шаруа және солдат депутаттардың кеңесі деп мен қазір сіздерге чатқа жазамын. Мұқияттап қарарсыздар. Енді мен сіздерге былайша атап өттім балалар. Сонымен бізде жаңағы ақпан төңкерісінен кейін құрылған ұйымдарды айтқан кезде біріншісі дейміз, ол бізде құрылған ол уақытша үкімет деп айтайық. Екіншісі құрылғаны жұмысшы, міне бір көріп отырсыздар, шаруа, солдат, депутаттардың кеңесі. Енді бұл ұғымды біз күрделендірмей ақ қояйық балалар. Мына екіншісін мен сіздерге қысқартып айтайын. Жұмысшы, шаруа және солдат депутаттардың кеңесі дегенді қысқартып айтатын болсақ, ол кеңес үкіметі. Міне осылай айтсақ сіздерге жақынырақ таныс болады деп ойлаймын. Бірақ сол кеңес үкіметі деген түсінік қайдан шықты деген кезде, оның жұмысшы, шаруа және солдат депутаттардың кеңесі деген ұғымнан шыққандығын ұмытпаңыздар балалар. Көбі осы бір қырына мән бермей жатады. Сол себептен ерекше атап өткім келеді. Жұмысшы, шаруа және солдат депутаттардың кеңесі дегеніміз бұл кеңес үкіметі. Сонымен ақпан төңкерісінен кейін бізде уақытша үкімет болған және кеңес үкіметі болған. Кеңес үкіметі дегеніміз, жаңа жоғарыда тағы бір мәрте қайталап өттім, бұл жұмысшы, шаруа және солдат депутаттардың кеңесі балалар. Енді Қазақстанда қос үкімет қашан орнады деген сауалға жауап беру біз үшін қиындық тудырмайды деп ойлаймын. Жоғарыда атап өткеніміздей, Қазақстанда қос үкіметтің орнаған уақыты бұл ақпан төңкерісінен кейін дедік балалар. Екінші атап өтетін жағдай, бұл кезде жаңағы Әлиханның сөзіне сүйенетін болсақ, қазақ жерінде үлкен бір қозғалыстың орын алғандығын атап өтуіміз керек. Дәл сол ақпан төңкерісінен кейін қазақтың жерінде Алаш деген қозғалыс жандана бастаған болатын.
Жалпы алаш сөзі өздеріңізге кеңінен таныс деп ойлаймын. Қазақтың негізгі ұраны ретінде қабылданған сөздің алаш екендігін ұмытпаған шығарсыздар. Орта ғасырдан да алаш сөзі сіздерге жақсы таныс болу керек. Әсіресе орта ғасырларда қазақ жүздерінің пайда болуы туралы айтылатын аңыздардың бірі деген кезде Алаша ханның есімімен байланыстырып, қазақтың ұранының алаш екендігін атап өтіп, ұлы жүздің үйсіннен тарайтындығын, орта жүздің болаттан тарайтындығын, кіші жүздің алшыннан тарайтындығы туралы Алаша хан аңызымен таныстыңыздар деп ойлаймын. Қай қоғамда болмасын қазақ өзін айтқан кезде алаш жұртымын деп таныстыратындығы да тегіннен тегін емес, немесе алты алаштың баласы бас қосса да деп теңеу сөзді тауып айтуы да бұл алаш деген сөздің қаншалықты қазақ үшін мән мағынасы бар екендігін айғақтай түседі балалар. Алаш қозғалысы дәл сол 1917 жылы қалыптасқан жоқ балалар. Алаш деген қозғалыстың қалыптасуы 1905 жылмен байланыстырылады. Оның үлкен бір себептерінің бірі не себепті алаш 1905 жылы пайда болды дейтін болсақ, оның үлкен себептерінің бірі 1905-1907-дегі бірінші орыс революциясы балалар. Дәл осы кезеңде қазақтың оқыған, тоқыған, көпті көрген, Еуропаның аса ірі ғылыми орталықтарында білім жетілдірген азаматтары Еуропадағы жаңағы күштердің ара салмағын толық сезіне отырып, осы бір алаш деген қозғалысты қалыптастырған болатын. Және ол қозғалыс байқап тұрғандарындай 1917 жылы қайтадан жанданған балалар. Енді ерекше атап өтетін жағдай, біз алаш деген партия туралы айтқан кезде 1917 жыл туралы айтамыз балалар. Осы нәрсені естен шығармау керек. Яғни алаш партиясы туралы сөз қозғаған кезде айтылатын бір ғана жыл бар. Алаш партиясының құрылған жылы деп біз 1917 жылды ерекше атап өтеміз балалар. Неге 1917 жыл балалар? Өйткені 1917 жылы қазақ тарихында екі мәрте жалпы қазақ съезі шақырылған болатын. Ең бірінші жалпы қазақ съезі 1917 жылдың 21-26 шілдесінде Орынбор қаласында шақырылған еді. Дәл осы Орынбор қаласында шақырылған съезде қазақтың көптеген аумақтарынан келіп депутаттар қатысты. Бөкей ортасынан болсын, Сырдариядан болсын, Ферғанадан болсын, орталық өңірден болсын, Торғай даласынан болсын, шығыстың қазақтары, жалпы бүкіл қазақ жиылып осы Орынборда 1917-нің 21-26 шілдесі аралығында бас қосып өткізді. Бұл съезде талқыланған мәселе не десеңіздер, жаңа Әлихан айтты ғой, ақпан төңкерісінен кейін біз үшін бостандық пен туысқандықтың және теңдіктің күні туды деп. Қазақ өз алдына Ресейдегі жағдайды пайдаланып, теңдік мәселесіне қол жеткізу керек деді. Өйткені дәл 1917 жылдың ақпан айынан кейін Ресейдің бір аяғы төрде, бір аяғы көрде болды. Осы оқиғаны шебер пайдалану керек болды. Сондықтан да қазақтың зиялы азаматтары, қазақтың интеллигенттері 1917 жылы Орынбор қаласында 21-26 шілдеде бірінші жалпы қазақ съезін өткізді. Және съезде қамтылған ең басты мәселе не десеңіздер, қазақтың жай ғана автономия алуы емес, қазақтың өз алдына ұлттық, аумақтық автономия алуы деген мәселені күн тәртібіне қойған болатын. Қазақ қайткен күнде ұлттық, аумақтық автономия алады. Яғни Ресейдің құрамында болған күннің өзінде де қазақ өзінің шекарасы бекітілген, туы мен елтаңбасы бар, әнұраны шалқып, төбесінде күн сәулесі шуағын шашып тұрған мемлекетті құрамыз деп ұмтылған болатын, және қазақтардың бұл талпынысына өте жоғары баға берсек болады балалар. Бұл тақырыптан біз мұсылмандарды шет қалдырмаймыз. Сол кезде бүкіл мұсылман қауымы да Ресейде бүкіл ресейлік өздерінің съезін өткізіп жатты. Өйткені Ресейде дәл сол сәтте орын алған оқиғаны қай бір мемлекет болмасын өз мүддесінен пайдалануға тырысып бақты балалар. Және 1917 жылы құрылған партиялардың ішінде сол жаңа айттық қой, мұсылмандардың бүкіл ресейлік съезі бірнеше мәрте өтті деп. Дәл осы оқиғаны шебер пайдалануға тырысып, мұсылмандар үлкен бір партияны ұйымдастырылды. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл партия Түркістан федералистер партиясы деп аталады балалар. Және ерекше атап өтейін деген сұрақтарының бірі, бұл дәл осы кезеңде құрылған тағы бір саяси ұйым, Шура Ислами деген. Бәлкім тест деңгейінде өздеріңізде байқаған шығарсыздар. 2019 жылғы маусым айында болған ұбт сұрақтарының ішінде 1917 жылы Шура Ислами саяси ұйымның жұмысына белсене қатысқан саясаткерлер немесе қайраткерлер деп сұралғандардың ішінде дұрыс жауап нұсқаларында Мұстафа Шоқайдың есімі аталып өткен еді. Сонымен қатар мен сіздерге Мұстафа Шоқайдың, Каридің және Темірбековтің де есімдерін қосымша қосып өттім. Оның үлкен себептерінің бірі тестте тек қана Мұстафа Шоқаймен шектеліп қалуға болмайды. Алдағы тест сұрақтарында Каридің де Темірбековтің де есімдері бар екендігін ұмытпаңыздар балалар. Енді екінші атап өтейін деген дүниелерінің бірі, біз қазір байқап тұрсаңыздар бірнеше қозғалыстар туралы, бірнеше ұйымдар туралы сіздермен бірге қарастырып жатырмыз. Бұларды құрудың маңыздылығы неде? Енді түпкі идеясын айтайын, Әлихан Бөкейханов былай деді. Біз деді, қазақтар өз алдымызға бөлек қазақтың ұлттық автономиясын құрамыз. Мына жақта болса Мұстафа Шоқай Түркістан автономиясын құрады. Ана жақта болса башқұрттар да өз алдына бірігіп, олар да автономия құруға тырысу керек.
Ресейге тек қана қазақтың ғана қарсы шығуы аздық етеді деді. Біз Ресейге қарсы тұруымыз үшін Түркістан автономиясын жариялап, қазақтың өз алдына бөлек автономиясын жариялап, башқұрттардың автономиясын жариялап қана Ресейге қарсы келген кезде бұл алып күшті құлатуға мүмкіндік болады деді. Иә, байқап қарасаңыздар, бұл оңай шаруа болған жоқ. Байқасаңыздар, қазақтың зиялылары басын бәйгеге тікті десек болады. Өйткені бұндай кезеңде, дәл осындай күрделі кезеңде ұлттық тәуелсіздікті алу, соның ішінде үлкен алып империяға қарсы күрес жүргізу, үлкен демократиялық, соның ішінде дипломатиялық қадамдарды қажет етті, және қазақтар осы бір қадамдардың барлығын жасап шығаруға тырысты. Осы параграфтың ішінде мен тағы да бір ерекше атап өтейін дегенім, тақырыптың ішінде сендер кадеттер партиясы туралы байқаған шығарсыздар. Байқап тұрғандарындай, кадеттердің семейде шығарған газеті дегенді көрсеткен. Енді сауал туындайды да өздеріңізде. Жалпы кадеттер деген кімдер деген. Енді кадеттердің бірнеше оқу орындары болған кезінде Шоқанның сол кадет корпусында оқығандығын жақсы білетін шығарсыздар. Яғни сол бір жастар өздерінше ұйымдасып кадет деген партияны құруға тырысқан, бірақ Әлихан Бөкейханов бұл кадеттердің құрамында бір кездері болғандығын да атап өткім келеді. Ерекше атап өтейін деген жағдай, Әлихан Бөкейханов кадеттердің құрамынан шығып кеткендігі де бар. Заң сауал туындайды, Әлихан Бөкейхановқа не нәрсе ұнамай қалды? Әлихан Бөкейханов не себепті кадеттердің құрамынан шықты деген. Оның үлкен себептерінің бірі, балалар, кадеттер қазақтардың өз алдына ұлттық мемлекет болуын және дәл сол партияның құрамында ұлттық мемлекет деген мәселені көтерудің өзіне қарсылық білдірді. Себебі олардың жақтап отқан дүниесі Ресейдің бөлінбеуі, конституциялық монархияның қалыптасу, бұрынғы билікке қайта оралу деген дүниелерді жариялап отырды. Тіпті олар өздерінің идеяларын ашық таратты. Свободная речь деген газеттер шығару арқылы халық арасында агитацияны кеңге түсті. Ал осындай агитациялардың кадеттер тарапынан жүзеге асырылуы Әлихан Бөкейханов секілді азаматтардың бұл партиядан шығып кетуіне себепші болған еді. Сонымен Әлихан не дейді? Әлихан былай дейді. Әлиханның айтатын негізгі пікірлерінің бірі қазақ қырғыз дейді. Осы күнге дейін қандай күн көріп, қандай қиямет қайымды бастан кешірсе де, елімізді құлдықтан, ұлымызды осы бір қиын кезеңдерден алып шығуымыз керек дейді. Әрине, Әлиханның атап өткен дүниелерінің барлығы да дұрыс болды. Біз қазір екінші бір бөлікте Әлихан Бөкейхановтың екінші жалпы қазақ съезі туралы қарастыруды тағы бір мәрте шолып өтетін боламыз. Енді осы бір параграфтың мүмкіндігін пайдалана отырып, осы бір тақырыптың мүмкіндігін пайдалана отырып, мен оқушылар сіздерге бір керемет фильмді тамашалауға кеңес беремін. Бәлкім араларыңызда көргендеріңіз бар шығар деп те ойлаймын, бірақ дей тұрғанмен Тарзаман деген бір Қазақстан ұлттық телеарнасы өткен жылда шығарған керемет деректі фильм бар. Бірнеше сериалдан тұрады. Сол деректі фильмді мен сіздерге қарап шығуға кеңес беремін. Өйткені дәл осы 20 ғасырдың басындағы жағдайды, соның ішінде Ақпан төңкерісін, одан бөлек Қазан төңкерісіне қатысты, Ресейдегі қозғалыстарға қатысты, қазақ зиялыларының қиын тағдыры туралы бүкіл мәселелердің барлығы сол фильмде керемет көрініс тапқан балалар. Шындығын айтайын, сол сериалдың ішіне қазақ зиялыларының сол бір өмірін сыйдыртқаны мені қатты қуантады. Өйткені заманның шеңберіне сыймай көрегендік танытып, асқан ұлтқа деген сүйіспеншілікпен, өзінің мінезімен, көрген білгенімен, түйгенімен, ілімімен қазақ үшін жан аямай қызмет еткен азаматтардың тағдырына қарап, бір сәттері осындай ел үшін мұз төсеніп қар жамылған тұлғалардың бар екендігіне ерекше риза боласың балалар. Енді ерекше атап өтейін деген тағы бір дүнием, бұл әрине Ресейдегі осы бір жағдайды кім болмаса да өз мүддесіне пайдалануға тырысты дейміз ғой. Соның ішінде Ақпан төңкерісінен кейін құрылған Қазақстан аумағындағы бірнеше ұйымдарды атап өткім келеді. Бұл ұйымдар еш уақытта да тесттен тыс қалған емес. Кеңес үкіметінің мүддесін жақтаған бірнеше ұйымдар, олар мыналар. Верныйда құрылған Қара жұмысшылар одағы, бұл Бабаевтың құрған ұйымы, Петропавлда құрылған Жас арбакештер одағы, Сергеопілде құрылған солдаттардың орыс-мұсылман ұйымы, Әулиеата мен Меркеде құрылған Қазақ жастарының революцияшыл одағы, жетекшісі Тұрар Рысқұлов, Ақмолада құрылған Жас қазақ ұйымы, жетекшісі Сәкен Сейфуллин, Омбыда құрылған демократияшыл оқушы жастардың кеңесі. Енді осы мен мысалға келтірген алтауының барлығы да ерекше атап өтейін деген жерім. Осы алтауының барлығы да Ақпан төңкерісінен кейін қазақ жерінде құрылған ұйымдар және жай ұйымдар емес, бұлар кеңес үкіметінің мүддесін жақтаған ұйымдар балалар. Естеріңде болса, мен 1917 жылғы Ақпан төңкерісінен кейін қазақ жерінде уақытша үкімет болды және жұмысшы, солдат, шаруа депутаттардың кеңестері болды дедім. Сол мына жұмысшы, шаруа, солдат депутаттардың кеңесін немесе кеңес үкіметінің мүддесін жақтаған ұйымдар, осы мен жоғарыда келтірген Қара жұмысшылар одағы, Жас арбакештер одағы, солдаттардың орыс-мұсылман ұйымы, Қазақ жастарының революцияшыл одағы, Жас қазақ, демократияшыл оқушы жастардың кеңесі секілді ұйымдар болды. Осы тақырыптың төңірегінде ерекше атап өтейін деген жағдайлардың бірі 20 ғасырдың басында қазақ зиялыларының екі бірдей бағытқа бөлінгендігі.
Бірінші атап өтейін дегеніміз бұл қазақ зиялылары сол кезеңнің өзінде либерал демократтар және революцияшыл демократтар деп екі топқа бөлінген болатын. Либерал демократтар дегеніміз кімдер? Либерал демократтар дегеніміз бұл бүкіл туындаған мәселенің барлығын келісім арқылы ой елегінен өткізіп, дипломатиялық жолмен шешуді, компромисқа бару емес, керісінше кез келген нәрсені келісім арқылы шешуді көздейтін зиялылардың тобын біз балалар либерал демократтар деп атаймыз. Либерал демократтардың құрамында кімдер бар? Әлихан Бөкейханов либерал демократ, Міржақып Дулатов либерал демократ, Бақытжан Қаратаев либерал демократ, Міржақып Дулатов ол да либерал демократ, Мұхамеджан Тынышпаев десек те, бұлардың барлығы да либерал демократтар балалар. Ал революцияшыл демократтар қайдан шықты? Революцияшыл демократтар дегеніміз былайша айтқанда, бұлар кеңес үкіметінің саясатын жақтаған тұлғалар. Мына жерде айтып отқан біздің Тұрар Рысқұлов, мына жерде айтып отқан біздің Сәкен Сейфуллин, бұлар кеңес үкіметінің жүргізіп жатқан сол кездегі саясатын жақтаған адамдар. Енді заңды сауал туындайды, неге осындай социал-демократтар біздің қоғамда болды деген. Революцияшыл демократ дегенді мен басқаша социал-демократ деп те қарастырсам болады. Социал-демократ деген сөздің туындауына себеп болған ең басты жағдайдың бірі балалар, бұл бұлардың әлеуметтік жағдайымен байланысты. Мысалы, Тұрар Рысқұлов бұл ақсүйек емес, бұл кедейден шыққан жігіт. Сәкен Сейфуллин бұл да ақсүйек емес, бұл да кедейден шыққан жігіт. Ендеше бұлар неге ұмтылды? Біздің мүддемізді ойлайтын, осындай қарапайым халықтың арасынан шығып, қарадан шығып хан болған қазақтың мүддесін кім ойлайды екен деп, бұлар кеңес үкіметін жақтауға тырысты. Өйткені кеңес үкіметі билік басына келген әуелгі сәттен бастап, мысалы мен сіздерге үшін түсінікті болу үшін айтайын, бізде мынандай дүние қалыптасты балалар. Байқап қарасаңыздар, біз сол кездегі билікті мен жаңа айтқандай жоғарыда сіздерге бірнеше мәрте атап өттім. Былай дедім, мынау бізде уақытша үкімет дедім. Мынау бізде уақытша үкімет дедім. Мен қазір сіздерге тағы бір мәрте ойымызды шегелеп бір бекітіп түсейін. Мынау уақытша үкімет дедім. Бұл бір бізде. Жақсы. Мынау екіншісі бізде кеңес үкіметі дедім. Бұл екеуі де ақпан төңкерісінен кейін өмір сүрген үкіметтер балалар. Осы жерін естен шығармаңыздар. Яғни екеуінің де құрылуы бұл 1917 жылғы ақпан төңкерісінен кейін. Бірі уақытша үкімет деп аталды, екіншісі кеңес үкіметі деп аталды. Енді ерекше атап өтейін деген сұрақтарымның бірі, мысалы, уақытша үкімет айттым, кез келген мемлекетте төңкеріс болған кезде біздің жағдайымызда ол 1917 жылы, яғни екінші Николай патша тақтан құлағаннан кейін биліктің басында ол сен қаласаң да қаламасаң да уақытша үкімет келді және. Ал оларға альтернатива ретінде, оларға балама ретінде, оларға қарсылас бола білген үкімет мына біз қарастырып отқан кеңес үкіметі болды. Немесе бұны мен сіздерге түсініктірек болу үшін айттым. Кеңес үкіметі дегенді дұрыс түсінбей қалмас үшін сендер мына бір ұғымды ұмытпаңдар дедім. Ол жұмысшы, шаруа, солдат, депутаттардың кеңесі деген ұғымды ұмытпаңдар дедім. Яғни осы ЖШСДП дейтін ұғым, бұл кеңес үкіметінің түп негізі болған топ дедім балалар. Осыны естен шығармаңыздар. Енді екінші атап өтейін дегенім. Мысалы, біздің жаңағы Сәкен Сейфуллин, біз айтқан жаңағы Тұрар Рысқұлов не себепті кеңес үкіметін жақтады? Бұлардың кеңес үкіметінің жақтауының ең басты себептерінің бірі, кеңес үкіметі айтты, біз дейді, болашақта үлкен мемлекет құрамыз, және жай мемлекет құрмаймыз, біз нағыз шаруалардың мемлекетін құрамыз, жұмысшылардың мемлекетін құрамыз. Егер бізге сенетін болсаңыздар, біз қоғамда бай дейтін тапты мүлдем алып тастаймыз. Біздің қоғамда бай деген ол болмайды, кедей деген болмайды. Барлығымыз бір орташа тұрмысты, дәулетті, келісті қоғамда өмір сүреміз деп халықты соған сендіруге тырысты. Бұндай идеология әрине кімді қызықтырады? Бұл Тұрар Рысқұлов, Сәкен Сейфуллин секілді азаматтарды қызықтырды. Өйткені ондай азаматтар біздің де айымыз оңынан туған күн келді деп ерекше қуанған болатын. Ал шын мәнісінде кеңес үкіметі қандай үкімет болды, ол туралы кейінірек біз сіздермен баяндайтын боламыз балалар. Бақнұрдың қойып жатқан сауалы, либерал мен социалдың айырмашылығы қандай дейді? Мен сіздерге жаңа баға беріп өттім. Бақнұр, мұқият тыңдап отырсаң, осы видеоның қайталауын көрсең, мен екеуінің ара жігін толықтай ажыратып бердім. Тек бір зейінмен қарап отырсаң, бұл сұрағың жауапсыз қалған жоқ. Енді екінші атап өтейін дегенім. Мына жерде Петропавл. Енді қысқаша либерал мен социалды айтайын. Либерал дегендер бұлар ақсүйек тұқымдары, социал деген бұлар әлеуметтік жаңағы жағдайы төмен топтан шыққан адамдар. Қысқаша түйіндейтін болсақ. Петропавлда құрылған талап деген ұйым бар. Неге Петропавлдағы талап деген ұйымды мына жерге ерекше жасыл түспен бөліп қойғам? Бұны енді мен бір шеттетіп тастағаным емес, бұны ерекшелеп қойған түрім. Оның үлкен себептерінің бірі Петропавлда құрылған талап деген ұйым, бұл Алаш партиясының мүддесін жақтаған топ. Сонымен ақпан төңкерісінен кейін құрылған ұйымдарға баға беретін болсақ, Верныйдағы, Петропавлдағы, Сергеопольдегі, Әулиеата мен Меркедегі, Ақмоладағы, Омбыдағы құрылған ұйымдардың барлығы
кеңес үкіметінің мүддесін жақтады. Ал Петропавлда құрылған Талап деген ұйым бұл керісінше Алаш партиясының мүддесін жақтаған топ балалар. Және тест деңгейінде өздерің 2019 жылғы ұбт сұрақтарымен жұмыс жасаған болсаңыздар, бірнеше мәрте 300 партиясы туралы сұрақты көргендеріңізге мен кепілдік беремін. Егер 2019-дың тестімен мұқият жұмыстанған оқушы болса, міндетті түрде 300 партиясы туралы сұрақтармен жұмыстанды деп ойлаймын. Я, байқап тұрғандарындай 1917 жылы қазақ жерінде бірнеше партия құрылды. Сондай партиялардың бірі бұл 300 партиясы. Мен сол себепті де үшбұрыштың ішіне орналастырдым. Бұл ұйым 1917 жылы құрылған, негізін қалаған Мұқан Айтбенов. Басында бұл 300 партиясы негізі кеңес үкіметіне қарсы партия ретінде қызмет етті. Тіпті бір кездері Алаш пен 300 бірігеді деген қазақтың арасында ұғым тараған болатын. Естеріңде болса, Алаш және 300 деген партияның бір-бірімен ұқсастығы қандай десе, бәлкім тестте байқаған да шығарсыздар. Екеуі 1917 жылы құрылды деген жауап нұсқасын көрген шығарсыздар. Және негізін қалаған Мұқан Айтбенов екендігін атап өттім. Және бұлар, қайталап айтам, бастапқыда, осыны естен шығармау керек болар, бастапқыда ең басында 300 партиясы құрылған кезде бұлар Алаш партиясы мен идеясы бір болды. Бұлар кеңес үкіметіне қарсы саясат жүргіземіз деп ойлады. Ал шындап келген кезде кейіннен партия құрылып, әбден гүлденген сәттен бастап 300 партиясы өзінің саяси бағдарын өзгертті. Саяси бағдарын өзгертті деген не сөз? Бұлар біртіндеп керісінше кеңес үкіметін қолдайтын партияның қатарына қосылды. Дәл сол сәтте партияның тізгінін қолға алған кім десе, Көлбай Тоғысов. Енді Шұғыла Мұқаштың тілімен айтатын болсақ, я сатылып кетті. Енді жауды алыстан іздеп қажет жоқ, өз арамызда да жау жігіттердің жүргендігін көріп отқан шығарсыздар. Сондай бір булықтырған, бұқтырған, тұншықтырған қатал заман болды ғой. Сол булықтырған, бұқтырған, тұншықтырған заманның ішінде болған азаматтардың бірі ретінде осы Көлбай секілді азаматтарды атап өтсек болады. Енді қара жер ауыр көрмесін, бірақ қазаққа жасаған қиянаты бар азамат деп мен Көлбайды атап өткім келеді балалар. 20 ғасырдың басында кеңес үкіметін орнату, нығайту үшін белсене қатысқан партия десек, біз сонымен 300 деген партияның бар екендігін жоққа шығармаймыз балалар. Және бұл кеңес үкіметін өте белсенді қорғаған партиялардың қатарында болды. Сонымен қатар өздерің байқаған шығарсыздар, енді кезектен бастап 20 ғасырдың басында бұл 300 деген партия Алаштың өзіне қарсы күрес жүргізе бастады. Сөйтіп, осындай бір қысылтаяң шақта, байқап тұрғандарындай 20 ғасырдың басында елдік сынға түскен, ердің мінезі мен азаматтығы сынға түскен кезеңде өз ішімізден жарып шыққан жау болды. Сөйтіп, өзімізді жегідей жеген Көлбай деген жігіттер 20 ғасырдың басында Алаштың өзіне қарсы шығып, елдің ішінде осындай бір үлкен талас, жанталас басталып кеткен еді балалар. Сол кездің картинасы шынымен де осындай болды. Бұл кезеңге мен сіздерге тест сұрақтарын жете талдау арқылы баға беріп отырмын. Әрбір айтылып жатқан сұрақтардың барлығы да бір кездері өздеріңе тестте келген сұрақтар екендігін көріп байқап отқан шығарсыздар. Өйткені бұл сұрақтар тест деңгейінде жиі қамтылып жүрген мәліметтер. Бірақ логикалық байланыс болмағаннан кейін, мәліметтерді дұрыс қабылдамағаннан кейін, әр нәрсенің себеп салдарын түсінбегеннен кейін, қай оқиғадан кейін жүзеге асқанын білмегеннен кейін, партиялардың өз позициясын қалайша өзгерткендігі туралы толық жан-жақты мәлімет білмегеннен кейін, басым көпшіліктеріңізде бұл тек қана құр жаттау немесе мүлдем бұл сұрақтармен жұмыс істемеу секілді іс-әрекеттермен таныс деп ойлаймын. Енді екінші баға берейін деген дүнием, жаңа айттым, 1917 жылдың ақпан айын біз тоқталдап біттік. 1917 жылдың ақпан айында дедік, қазақ жерінде қос үкімет болды, уақытша үкімет болды және жұмысшы шаруа солдат депутаттарының кеңесі болды дедік. Бірақ балалар, уақытша үкімет 1917 жылы биліктің басынан тайдырылды. Бірақ қай айда деген кезде мұқият болу керек. Уақытша үкіметтің биліктен кетуі 1917 жылдың қазан айына сәйкес келеді балалар. Осы жеріне ерекше назар аударуларыңызды сұраймын. Уақытша үкімет мысалы көп нәрсе жасады балалар. Уақытша үкімет бұл қара жұмысқа алынғандарды елге қайтарды. Мен қай оқиғаны айтып отқанымды түсініп отқан шығарсыздар деп ойлаймын. Кезінде қазақтан қара жұмысқа жігіттер алғандығы естеріңізде шығар. 1916 жылдың 25 маусымында 19 бен 43 жас аралығындағы азаматтарды қара жұмысқа алу туралы патша жарлық шығарған еді. Бірінші дүниежүзілік соғыстың кезінде. Сол қара жұмысқа алынғандарды елге қайтару туралы шешім қабылдаған үкімет дәл осы уақытша үкімет болатын балалар. Ал одан кейін уақытша үкіметтің тағы бір жүзеге асырған шарасы бұл Ресейдің аумағында тұратын қайсы бір халық қандай дін ұстанса да өзі біледі деді. Қазақ болып жүріп мұсылманыңды ұстанасың ба, украин болып шоқынасың ба, сенің шаруаң деді. Рас, керемет саясат жүргізді. Бірақ үшінші атап өткен нәрсесі, бұрында естеріңде болса, уақытша үкімет былай деді. Өндіріс орындарында жұмыс мерзімінің ұзақтығы 12-14 сағат болған еді, біз өндіріс орындарындағы жұмыс мерзімінің ұзақтығын 8 сағатқа дейін қысқартамыз деді. Ал керек болса саған. Керемет нәтиже жасап отыр, керемет жағдай жасап отыр, халықтың сол кездегі пікірімен санасып отыр. Бірақ
бұл ең басты мәселені шешкен жоқ. Бұл аштық деген мәселені шешкен жоқ. Себебі білесіңдер, 1914 пен 18-дің аралығы бұл соғыстың болған кезеңі. Сенің анау жеріңнің, халқыңның барлығы аштықтан қырылып, қан құса болып жатқан кезде кімді саясат қызықтырады? Кімді елдің егемендігі, кімді елдің тәуелсіздігі қызықтырады? Міне осындай бір сәтті мен сіздерге бағалап бергім келіп отыр. Иә, уақытша үкімет күш шараларды жүзеге асырды. Қара жұмысқа алынғандарды елге қайтарды, 8 сағаттық жұмыс күнін енгізді. Одан бөлек жаңағы дін ұстануға еркіндік берді, бірақ ол главный проблеманы шешкен жоқ елдегі. Елдегі ең басты проблема ол аштық мәселесі еді, астық мәселесі еді. Мен ерекше атап өтетін бір сөзім бар. Кімге керек қазы қарта жегенің бауырларың қылтамақ болып жатқанда деген. Иә, кімге керек мына жерде сенің билік туралы айтып, қазы қарта жеп, күн сайын қарнын сипап жүргенің? Мына жақта қазақ деген халық қырылып жатыр. Сонда кеңес үкіметі осы бір жағдайда өзінің очкосын түгендеп алды. Кеңес үкіметі өзінің очкосын қалай көбейтті, өзінің позициясын қалай нығайтты деген сұраққа жауап берсек, ол бедеді. Біздің алдымызда тұрған ең басты мәселе халықты астықпен қамтамасыз ету деді. Халықтың сеніміне осылайша ие болды. Сол уақытша бір елдегі қиындықты, проблеманы шешіп алып кетіп, халықтың сеніміне ие болған билік сол кездегі кеңестер үкіметі болды. Олар жан жақтан миллиардтап тұрып бұттап астықтасып, елді сол бір жағдайдан алып шығуға тырысты. Ендеше енді кімді жақтайды халық? Уақытша үкіметті ме, жоқ кеңестерді ме? Әрине кеңестер үкіметін жақтайды. Сондықтан да біз ерекше атап өтетін жағдай 1917 жылғы қазан төңкерісінің нәтижесі не десе, жауабы кеңестер билікке келді дейсіздер балалар. Яғни 1917 жылдың ақпан айында қос үкімет болса, 1917 жылдың қазан айында тек бір ғана үкімет қалды. Ол кеңес үкіметі балалар. Жаңа жоғарыда атап өткенімдей, біздің қазақ зиялылары қандай шара жасады деген кезде, қазақтар қазақтың өз алдына автономиясын құруға, Түркістан автономиясын құруға, башқұрттардың автономиясын құруға тырысты дедім. Бұл үш автономияны қазақтар, соның ішінде Әлихан бастаған зиялылар не үшін құруға тырысты деген кезде, башқұрт автономиясын, Түркістан автономиясын, сонымен қатар жаңағы қазақ автономиясын құрудағы бұлардың мақсаты Ресейге қарсы жұмыла күрес жүргізу еді. Сондай автономиялардың бірі байқап тұрғандарыңдай 1917 жылдың қарашасында құрылған Түркістан автономиясы. Түркістан автономиясы Қоқан қаласы орталық болып жарияланды, және бұл исі мұсылман қауымының барлығын бір жерге біріктіруге тырысты балалар. Яғни Мұхаммедтің үмбеті мұсылманмын, пайғамбарым қолдайды қысылған күн деп бұлар осы бір автономия негізін салуға тырысты. Байқап тұрғандарындай бұл олардың іс-әрекеттері бастапқыда өте сәтті жүзеге асты. Себебі оның тізгінін ұстаған қайраткерлер халық арасында беделі өте жоғары, ілім-біліммен таныс, ел көрген, жер көрген, саяси күрестің тарихын өте шебер меңгерген Мұхамеджан Тынышпаев пен Мұстафа Шоқай секілді азаматтар еді. Иә, Мұстафа Шоқай ол Түркістан автономиясының төрағасы болды. Ал Мұхамеджан Тынышпаев қазақтың арасынан шыққан тұңғыш инженерлердің бірі, ол дәл осы Мұстафа Шоқайдың орынбасары болды. Яғни премьер-министр деген лауазымды атқарған кім десек, дәл осы Мұхамеджан Тынышпаев дейміз. Осы бір екі азаматқа халықтың да қолдауы ерекше болды. Түркістан автономиясы тіпті 1917 жылдың 22 қарашасында бүкіл түркістандық төтенше 4-ші съезд өткізді. Дәл осы съезде Мұстафа Шоқай төрағалық еткен болатын балалар. Иә, Мұстафа Шоқайдың дәл осы бір сәттегі жауапкершілігі, дәл Мұстафа Шоқайдың дәл осы сәттегі ұлтжандылығы, оның осы бір сәттегі қабылдаған шешімдері бүкіл халықты оның соңынан ерте білді. Көріп тұрғандарыңыздай, мен бұл жерде Мұстафа Шоқайдың өмір сүрген жылдарын да сіздерге мысалға келтіргем. Шоқай 1890 мен 1941 аралығында өмір сүрген. 1941 жыл бұл Германия жерінде қаза табады. Виктория деген ауруханада. Мұстафа Шоқай туралы да деректі фильм бар балалар. Тағы да көрсеңіздер болады, YouTube арналарынан іздесіп қарасаңыздар болады. Өте бір жақсы түсірілген фильмдердің бірі, Мұстафа Шоқайды жақсы таныстырған. Бірақ жаңа мен сіздерге атап өткен Тарзаман деген фильмде де Мұстафа Шоқай туралы айтылады. Мұқияттап қарарсыздар. Бұл Әлиханның айтатын сөзі бар. Бұл тек сен екеуміз ғана білетін құпия болып қалуы тиіс деп Мұстафа Шоқайға айтатын сөзі бар. Қай құпия екенін мен сіздерге жария түрде айттым. Яғни қазақтардың Түркістан автономиясын құру туралы идеясын, одан бөлек қазақтың өз алдына бөлек автономиясын құру туралы идеясын тек қана сен екеуміз білуіміз керек деп Мұстафа Шоқайға Әлиханның айтатын сөзі бар балалар. Бірақ енді бұл автономия көріп тұрғандарындай ұзақ өмір сүрген жоқ, бар болғаны 4 ай өмір сүрген. 1917 жылдың қарашасынан 1918-дің ақпанына дейін өмір сүрген. Енді мен сендерге лайфхак ретінде айтқым келіп тұр, жалпы айлармен жұмыс істеу сендерге күрделілік туындатуы мүмкін. Дәл осы сәттерде балалар ерекше назар аударатын жағдай, айларды шатыстырмас үшін қай автономияның қанша уақыт өмір сүргендігін есте сақтау керек. Иә, түсінікті біз үшін қараша екендігі, бірақ ақпаннан шатысып кетпес үшін 4 ай өмір сүрген деп еске сақтап қойыңдар. Қараша 1 ай, желтоқсан 2 ай, қаңтар 3 ай, ақпан 4 ай.
Сонда көріп тұрсыңдар 1917-нің қарашасы, 1918-нің ақпаны. Өйткені бұлай сұралатын сұрақтардың қатары өте көп болар. Мысалы, Түркістан автономиясы қашан өмір сүрді, немесе кеңес үкіметі қай уақыт аралығында жаңағы орнады деген сияқты бір қатар сұрақтар бар. Сондай сұрақтардан қате жүрмеу үшін сіздер осылай қанша ай өмір сүргендігін есте сақтап қойыңыздар, балалар. Алаштың орталығы қай қала деген сұраққа да жауап беру үлкен қиындық туындатпауы тиіс. Сендерге Семей, оның үлкен бір себептерінің бірі Әлихан Бөкейханов секілді жігіттер осы Семей топырағынан жақын жерде дүниеге келген жігіттер. Семей енді тіпті Алашорданың жаңағы киелі құтты шаңырағы ретінде танымал. Биылдан бастап өздерің білесіңдер, Семей қаласына ерекше статус беріліп жатыр. Хакім Абайдың дүниеге келген топырағы деп бұл қаланы ерекше дәріптеп жатыр. Яғни бұл қазақтың рухани ордасы болу керек деп Семейге құрмет көрсетіп жатыр. Оның түптің түбінде сол Абайдан басталған жалғастықтың алаштықтармен өзінің жалғасын тапқандығын анықтап өтсек болады, балалар. Екінші атап өтейін деген ерекше жағдайлардың бірі, бұл 1917 жылы 5-13 желтоқсанда Орынборда екінші жалпы қазақ съезінің шақырылуы, балалар. Жаңа естеріңізде болса, мен бірінші жалпы қазақ съезін атап өттім. Бұл 1917 жылдың 21-26 шілдесі деген болатынмын. Ал екінші жалпы қазақ съезі қашан шақырылды десеңіздер, екінші жалпы қазақ съезі 1917 жылдың 5-13 желтоқсанда шақырылған, балалар. Осыған ерекше назар аударуларыңызды сұраймын, соны қайталап өтем. Екінші жалпы қазақ съезі 1917 жылдың 5-13 желтоқсанда шақырылды дедім, балалар. Енді тағы да бір ерекше атап өтетін тұстарымның бірі, дәл осы 1917 жылғы 5-13 желтоқсандағы Орынбордағы екінші жалпы қазақ съезінде Алашорда уақытша халық кеңесі құрылған. Енді ерекше атап өтейін деген жерлерімнің бірі, сендер бір нәрсені ұмытпаңдар, балалар. Алаш деген ол партия, Алашорда деген ол үкімет. Мен әрбір өзімнің онлайн курсыма қатысқан оқушыларға үнемі айтып отырам. Егер менің осы онлайн курсыма бұрын сонды қатысқан оқушылар болса, осы сөзімді ерекше есте сақтады деп ойлаймын. Алаш деген ол партия, Алашорда деген ол үкімет деген. Осы екеуін бір-бірінен шатыстырмау керек. Әлихан Бөкейханов төрағалық еткен үкімет десек, кейбіреулер Алаш деп қояды. Ол жерде Алашорда дейтін сөзге мән беру керек, балалар. Сонымен көріп тұрғандарыңдай, Алашорда үкіметі қашан құрылды десе, 1917 жылы 5-13 желтоқсан аралығында екінші жалпы қазақ съезінде құрылды. Мен бұл нәрсені неге шегелеп айтып жатырмын? Өйткені Алаш партиясының құрылуы, балалар, ол 1917 жылғы 21-26 шілдедегі бірінші жалпы қазақ съезі. Ал Алашорда үкіметінің құрылуы ол 1917 жылғы 5-13 желтоқсандағы Орынбордағы екінші жалпы қазақ съезі. Осы екеуін бір-бірінен шатыстырмау керек. Бірақ байқап тұрғандарындай ортақ бір үндестік бар, яғни екі жалпы қазақ съезі де бір қалада өткен, ол Орынбор қаласында, балалар. Және осы тақырыптың мүмкіндігін пайдалана отырып, мен сіздерді тағы бір тұлғаның есімімен таныстыруды мақсат еттім. Бұл 1885-1935 жылдары өмір сүрген Алаштың көрнекті ұлдарының бірі, Алаштың асып туған ұлдарының бірі, Алаштың тасып туған ұлдарының бірі Міржақып Дулатұлының есімі, балалар. Міржақыптың есімі өздеріңізге өте жақсы таныс, балалар. Әсіресе Оян қазақ арқылы, Бақытсыз жамал арқылы, Азамат терме деген туындыларымен Міржақып сіздерге кеңінен танымал, балалар. Бірақ Міржақыптың ең танымал сөзі сол 1916 жылы айтылған еді, естеріңізде болса. Жұрт сеңдей соғылды. Күндіз күлкіден айырылдық, түнде ұйқыдан айырылдық деп үндегендердің бірі де дәл сол Міржақып Дулатұлы болатын, балалар. Жалпы естеріңізде шығар, Міржақып Дулатұлы деген есімді айтқан кезде қасында қатарласа жүретін екі есімді ерекше атап өтеміз. Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Әлихан Бөкейханов деген есімдер үнемі бірге аталады. Себебі мақсаты бір, мүддесі бір, қазаққа қылған қызметі ортақ жігіттер осы үш азамат болатын, балалар. Яғни осы бір қазақтың басына қиын қыстау күн туған шақта ел мүддесін ойлаған үш ірі азамат ретінде біз Әлихан, Ахмет, Міржақыпты ерекше атап өтеміз, балалар. Енді одан бөлек ерекше назар аударатын тұстар, бұл сұрақ тестте қалай сіздерді құбылжытады десек, бұл оның өмір сүрген жылдары, балалар. Мұқият болыңыздар, Міржақыптың өмір сүрген жылдары 1885 пен 1935-тің арасы. Алаш партиясының бағдарламасы жарияланған газетті де осы жерде атап өтуді жөн санадым. Көріп тұрғандарыңдай, Алаштың бағдарламасы жарияланған газет бізде Қазақ газеті. Қазақ несімен танымал? Қазақ бұл 20 ғасырдың басындағы қазақтың басты үнпарағы ретінде танымал. Яғни қараңғыда халыққа жарық беретұғын дүние болып, қазақтың арасында жаққан, жанған сәуледей болып, қазақтың сауатын ашып, жан сарайын
ыдыратқан да осы қазақ секілді газеттер еді балалар. Қазақ газетінің бас редакторы десе, біраз уақыттан кейін өздерің ерекше таныс. Біз қазақтың бас редакторы деген кезде үнемі Ахмет Байтұрсыновтың есімін атап өтеміз балалар. Ахметтің публицист болғанын, оның тамаша журналист болғандығын, оның әдебиет тіл білімі саласында білімі терең болғандығынан жақсы таныссыздар деп ойлаймын. Бірақ бір нәрсені ұмытпау керек. Иә, қазақ газетінің бас редакторы ол Ахмет Байтұрсынов болды, бірақ қазақты шығаруға үлес қосқандардың қатарында Міржақып секілді, Әлихан секілді азаматтардың болғандығын да естен шығармау керек балалар. Одан бөлек атап өтейін дегеніміз, жалпы қазақ газеті қай жылдары шығарылды? Қазақ газеті бұл 1913 жылдан бастап шыға бастады және 1918 жылға дейін шығарылды. 1918 жыл деп неге аяқтап тұрмын? Оның үлкен себептерінің бірі, қазақ жерінде кеңес үкіметі орнағаннан кейін, жаңағы кеңес үкіметі қазақ жерінде толықтай орнап бітеді 1918 наурызында. Сол кезде олар ең бірінші жасаған іс-әрекеті қазақ газетін жауып тастайды. Өйткені олар біледі, өзінің басты бақталасы кімдер екендігін. Яғни кеңес үкіметінің басты бақталасы, басты қарсыласы ол біздің алаштықтар болды. Солардың түбін жоюды мақсат еткен еді. Яғни осы жерде мен бір позицияны тағы да түсіндіргім келеді. Біздің Алашордаға қарсы болған кімдер десек, большевиктер балалар. Сендер бір ұғымды ұмытпаған шығарсыздар деп ойлаймын. Мысалы, кеңес үкіметі деген кезде біз айтамыз, ол кімдердің партиясы десек, большевиктердің партиясы дейміз. Оның ішіндегі ең маңызды партия большевиктер партиясы дейміз. Мысалы, бұл мынандай нәрсе да балалар, теңеуін айтайық. Қазақстан десе, бұл Нұр Отан деген партия деген сияқты. Осылай салыстырып қарау керек. Мысалы, кеңес үкіметі десек, оның түп негізі тұрған қай партия десек, большевиктер партиясы, Қазақстан десек, оның ішіндегі негізгі партия болып отқан типі ол Нұр Отан партиясы деген сияқты. Енді мен типі деп мысал ретінде айтып отырмын. Мысалы, ол кез келген мемлекеттің жағдайында әртүрлі болуы мүмкін ғой. Мысалы, Қазақстанның жағдайында Нұр Отан, Қытайдың жағдайында бір кездері коммунистік партия болды деген сияқты. Дәл сол мысалда келтіріп отырмын. Яғни кеңес үкіметі дегенде большевиктер партиясы, ал Қазақстан дегенде Нұр Отан деген сияқты. Енді келісетін шығарсыздар, мысалы біздің елімізде қазір басымдыққа ие болып отқан қай партия, ол сөз жоқ Нұр Отан партиясы. Өйткені біздің парламенттегі депутаттардың басым көпшілігі дәл осы Нұр Отан партиясынан мандат алып сайланып отыр балалар. Енді біз қазіргі Қазақстанды талқылап жатқанымыз жоқ. Біз қазір Алаш және 300 деген партиялардың ұқсастығына баға бергіміз келеді. Бұл Алаш және 300 деген партиялардың ұқсастығы десе, бағана мен атап өттім сендерге, 1917-нің кезінде негізі қаланды дедім. Және Алаш дейтін партия құрылған кезде әрине ол дауыс беру арқылы құрылатындығы түсінікті. Бұл партия қай жақтан көп дауыс жинады десе, Семей өздеріңізге өте жақсы таныс деп ойлаймын. Тіпті 85,16% дегенді жаттап алдыңыздар деген ойдамын. Себебі бұл сұрақты қарастырған кезде қосымша пайызы да қасында жүреді. Алаш осы жақтан 85,16% жинаған деген. Бұл деректі де естен шығармаңыздар балалар. Яғни менің бүгінгі сабақтағы түпкі негізгі мақсатымды түсіндіңіздер деп ойлаймын. Бүгінгі сабақтағы менің қарастырған тақырыптарының басты мақсаты Ресейдегі ақпан төңкерісіне баға беру. Сол кезеңде қазақ жерінде құрылған түрлі қоғамдық ұйымдардың қызметін саралау. Ресейде қандай топтар, ұйымдар әрекет етті, соларға баға беру. Одан бөлек Алаш партиясының қызметіне тоқталу. Алаш деген партия мен Алашорда деген үкіметті бір-бірінен ажырату. Қазақ зиялыларының сол кездегі түпкі мақсатымен өздеріңіз таныстыру. Және заманым кеден болды, кедергі неден болды деген кезде шешім тауып, кесімді сөзін айтып, көш бастаған азаматтардың тарихымен таныстыру және олардың бастан өткерген қиындықтарын да өздеріңізге баяндау басты мақсаттардың бірі болды. Ең бастысы Алаштың тағдырын бермесе де, Алаштың сол жақсы жолын берсін деген бізде әр уақытта ішімізде тілек тұрады. Өйткені Алаштың көптеген арыстарының көп өмір сүрмегендігін жақсы білесіздер. 1937-1938 жылдардағы репрессия кезінде біздің қазақтың басым көпшілігі атылған еді. Сондықтан да айтамыз ғой, жаңағы мұрттының Мәскеудегі кесірінен қырылды ашпай-шашпай қайран елім деген теңеуді айтуымызда бекерден бекер емес. 1937-1938 жылдар біздің көптеген Алаштың ардақты азаматтары репрессияның құрбаны болып ату жазасына кесілген еді. Бірақ өздері құлағанмен де олардың еш уақытта да көтерген жалаулары құлаған жоқ балалар. Ең бастысы олар бізге тәуелсіз ұлт деген идеяны тастады. Бүгінгі қазақ тәуелсіз болып өз алдына ес жиып әлемдік саясатта танымал болып жатса, осы бір халқымыздың тарихындағы ірі айтулы қаралы күндерді естен шығармауымыз керек. Өткеннен ғибрат алған тарихтың ғана әр уақытта болашағы бар. Өткен күннен ғибрат алу керек, өткен күннен сабақ алу керек, тағылым алу керек. Сонда ғана алға жылжимыз деп ойлаймын. Яғни бұл сабақтың мақсаты тұтастай алғанда ол әрине ұбт-ға дайындық. Бұның ішінде мен ұбт-ға қатысты көптеген ақпаратпен сіздермен бөлістім. Ал түптеп келген кезде
өз тарихыңа келгенде өгейлік танытпай, өз тарихыңды түптеп білу, сол кездегі оқиғаларға шынайы бағасын беру мақсат болды, және ол мақсат орындалды деген сенімдемін балалар. Назарларыңызға, зейіндеріңізге, ынта пейілдеріңізге көптен көп рахмет. Қосымша сауал сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады. Сабақ әрине міндетті түрде сақталады. Мен қазір записьті әлі тоқтатқан жоқпын. Сабақ сақталып жатыр. Бүгінгі сабақ көңілдеріңізден, ойларыңыздан шықты деп ойлаймын. Қалай болады екен деп жүрген көптеген мастер-классты күтіп жүрген оқушылар өз сұрақтарына жауаптарын алды деп ойлаймын. Бірақ енді біздің мақсатымыз бұл жерде мақтанкершілік, өзімізді дәріптеу емес. Мына жерде сәуір айында курс бола ма дейді. Мен бір нәрсені ескертіп айтайыншы, жалпы бұл бүкіл қазаққа ортақ нәрсе ғой. Рахмет жаным Несібелі. Кеңес үкіметтің жалғасы кеңес үкіметі. Сәуір айында онлайн курс тек қана менің бұрын соңды курстарыма қатысқан оқушыларға ғана болады. Ал бұрын соңды менің курсыма қатыспаған оқушыларға тек қана наурыз айында деп жатырмыз. Өздеріңіз байқап жатқан шығарсыздар. Біздің онлайн сабақтарға тіркелу әлі де жалғасып жатыр. Бұйыртса 18 наурыз күні толықтай тоқтатылады біздің онлайн сабақтарға тіркелу. Одан хабардарсыздар деп ойлаймын. Енді онлайн сабаққа қалай қатысамын деп жүргендер болса, осы сабаққа тіркелген кезде Абылай ағайларыңызға жаздыңыздар ғой. Сол Абылай ағайларыңызға тағы бір мәрте жазсаңыздар, немесе Абылай ағайларыңыз өзі сіздерге сол ақпаратты жібереді, онлайн курсқа қалай тіркеліп төлем жасауға болады деген. Енді біздің курстың бағалары да біреулер үшін қиындық туындыратындай үлкен баға емес. 12 сабақтың ішінде біз бүкіл Қазақстан тарихын толықтай бітіреміз. Қазір қатысуға кеш емес жаным. Қазір бізде 173 бала қазірдің өзінде тіркеліп қойды, қателеспесем. Одан бөлек тіркелген тағы да 71 бала бар деді. Енді бір 50 орындай қалған шығар, жаңылмасам. Сол қалған 50 орынға тіркелуге осы 18 наурызға шейін жүреді. Кеңес үкіметі қайттан үкімет бол 1917-тен қай уақытқа дейін дейді. Кеңес үкіметі дегеннен кейін кеңес үкіметтің жалғасы ретінде құрылған КСРО деген дүние бар. КСРОның құрылуы 1922, ал Кеңес социалистік республикалар одағы 1922-ден 1991-ге дейін. Енді өзімнің мастер-классымды мен 13-15 наурыз күндері деген балдар, өзімнің сөзіме тұрдым. Бүгін мастер-класстың соңғы күнін өттім, 13-15 наурыз аралығы деп. Себебі оқушылардың тарапынан көп ұсыныс болды, Дәурен ағай бір мастер-класс өтсеңіз деген. Сол оқушыларының бір тілегін орындағым келді Шынтуайтына келген кезде, және ол тілегін орындадым деп те ойлаймын. Тағы бір өздерінің таным көкжиектерін, білімдерін кеңейтті деген сенімдемін. Мүмкін бір онлайн курсты айтуға мүмкіндік болмаған тұстарда осы жерде жетілдірдік деп ойлаймын. Енді Зарина тағы өтіңізші деп жатыр. Менде онлайн сабақ осы айда 2 балдар, соған байланысты менде онлайн тегін мастер-класстар өту мүмкіндігі де азая түседі. Өйткені осы айда бұйыртса 2 онлайн сабақ өтейін деп жатырмын. Бізге де оңай емес, түсіністікпен қабылдарсыздар деп ойлаймын. Өткенде айттым ғой, жүрек шіркін сайрап тұр, Құдай бірақ байлап тұр деп. Енді ескерте кетейін балдар, біздің қазақтың өзі бір дағдыланған қалыптасқан әдеті бар ғой, әбден соңына шейін күтіп жүре беретін. Көрдіңіздер, ағайларыңызды білдіңіздер, бұған дейін Дәурен ағай деген кім соншама деп жүрген, немесе Дәурен ағаймен бір сабағын тыңдасам ғой, көрсем ғой деп жүрген оқушылардың тілегі орындалды деп ойлаймын. Енді Құдай тіл көзден сақтасын, осы бағытымыздан таймасақ, бұйыртса біраз сіз болып, біз болып шыңға жететініміз анық. Айтып жатқан әңгімемнің барлығының да тестпен байланысты екендігін байқаған шығарсыздар. Әлгі бір қазақылықтың қасиетіне салып, соңына шейін жүрмеңіздер деп жатырмын. Өйткені онлайн курста тек қана соңғы 50 орын қалды. Қазірдің өзінде біздің трансляцияны мына тегін мастер-класстарымызды 1000-ның үстінде оқушы жаңағы қарады. Сондықтан да бұл жерде жанталасып жатқан ағайын көп. Сол жанталасып жатқан ағайынның ішінде алғашқылардың бірі болып тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұл енді біздің жаңағы Абылай ағайларың өздеріңе тіркелу туралы бүкіл инструкцияны жібереді балалар. Сондықтан сол 50 орынның қатарынан орын алып, бұйыртса біздің курста жолығамыз деп ойлаймын. Видеоны тегін сабақтардың доступы әзірге өшпейді. Әзірге қарай аласыздар. Дәл қазір бүгін ертең өшеді дейтін дүние жоқ. Бұйыртса бүгін қайталау видеосын қайттан көре аласыздар. Өздеріңіз де тіл көзден аман болыңыздар. Қазақ елінің болашақтары өсіп келе жатқан менің іні қарындастарым. Өздеріңе деген шын көңілден, адал ниеттен, ықыластан туындаған бүгін сабақ болды. Осы мастер-класс өзіміздің өз мақсатына жетті деп ойлаймын. Сіздерге де Алла разы болсын. Ең бастысы
еліміздің ертеңін ойлайтын, қазақтың болашағына серпін беретін, ел болашағы жолында аянып қалмайтын, бабалардың өткен жолынан сабақ алатын, өткенді құрметтеп, алдағы күнге үлкен сеніммен ұмтылатын, елім деп еміреніп, жерім деп тебіреніп, өз ұлтына келгенде қызғыштай қорған болып, қазақтың болашағы үшін қызмет етемін деген азаматшылар елімізде көп болсын, ұлдарымыз текті болсын, ұлдарымыз ұлықты болсын, қыздарымыз қылықты болсын. Басты мақсат арман сол үшін де әумин дегім келеді балалар. Дәурен ағайдың кітабына тапсырыс беруге асығып жүргендер Дәурен ағайдың парақшасынан қараса болады. Енді бұл жерде жарнама үшін отырған жоқпыз дей тұрғанмен, менің өзімнің жеке парақшамда кітапқа тапсырыс беру туралы пост тұр. Бірақ ескертейін, Қазақстан тарихына тапсырыс беру кітапқа бүгін 22:00-де тоқтатылады. Өйткені елімізде төтенше жағдай енгізілді. Соған байланысты алдағы аптада Қазпочта істемеуі мүмкін. Соған байланысты біз тапсырыс қабылдауды бүгін тоқтатамыз. Жақсы жандарым, бір керемет нәтижелі сабақ болды деп ойлаймын. Амандықта, есен саулықта жүздескенше, бұйыртса гранатты жарып, грантты алып, ата-аналарыңызды қуантуларыңызға тілекшімін. Қыз балаларыма үнемі айтамын ғой, тағдыр деген маңдайға жазылған майдан, басар баспалдағыңды биіктету, сүйікті болумен сүйікті ету деп. Сол маңдайға жазылған майданда қыздар жеңіске жетсін деп тілеймін. Қазақтың сондай бір қылықты қыздары өсіп келе жатыр деген үлкен сенімім бар. Бар болайық, аман болайық, сау болайық, бір-бірімізді құрметтеп өтейік. Ең бастысы, ұлт тарихына келген кезде кез келген ұсақ түйекте аянып қалмайық. Ең бір ұлтына жаны ашыған азамат, оның ең бір болымсыз деген кемшілігіне шынайы баға бере біледі дейді. Ендеше өзіміздің ұлтымыздағы ең бір болымсыз кемшілікке де әділ шынайы баға берейік. Сырттан сөйлеп жалған пікір айтудың ешқандай қажеттілігі жоқ. Себебі ғайбаттаған адамның айбаты да дұрыс болмайтынын өз басым жақсы білем. Ең басты жақсы пікір айтып, бір-бірімізге деген ризашылығымызды айтып, аман сау жүрейік. Өздеріңізді сақтап күтіңіздер, елде қиын жағдай. Сондықтан да ең бастысы деннің саулығы балалар. Бастарыңыз аман болсын. Есен саулықта жолығайық. Кез келген жамандықта амандық жеңетінін ұмытпайық. Ең бастысы жеке бастың амандығы. Одан бөлек түсіп тұрған мамандығың да бәрінен маңызды. Сол мамандыққа адалдық танытайық. Бұйыртса бір ірі саланың маманы болады деген өзімнің ішкі сенімім бар. Маман болыңдар, адам болыңдар, ең бастысы адал болыңдар балалар. Сол адалдық деген сөзбен бүгінгі сабағымызды қорытындылаймыз. Сау саламатта болыңыздар. Сау.